Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тамшылап суғарудың оңай тәсілін көрсетпекпін. Осындай сусынның баклажкаларын тастамай, 5 литр, әсіресе 5 литрлік майдың немесе басқа сусындардың баклажкаларын жинап, түбінен бір тесік тесіп, кішкентай ғана сіріңкенің шейін тығып, оған сіріңкенің шейінің басынан кішкентай ғана мақтауырақ қоясыздар. Оны суға толтырып, әр көшеттің немесе еккен өзіңіз жемісіңіздің жаңағы түбіне қойып қоясыздар. Аптасына немесе 10 күнде бір рет суғарып тұрасыздар. Уақыттарыңызды үнемдейді. Келесіде біз сіздермен көшетті қалай оңай отырғызу және арам шөп шығармаудың тәсілдерімен таныстыратын боламын. Аман сау болыңыздар, бақшаларыңызда жеміс көп болсын.